Жүрек-өкпе реанимациясы жүр. Бұл дұрыс уақытта және дұрыс әдіспен орындау арқылы өмірді құтқаруға болатын процесс. Сондықтан біз жүрді орындаудың қарапайым кеңестері мен әдістерін үйренеміз. Жүр. Әдісін қолдануға лайықты адамды қалай анықтауға болады? Егер науқасты ес-түссіз көрсеңіз, оның тамыр соғысын тексеруге тырысыңыз. Егер тамыр соғысы болмаса, және жүрек соқпай тұрса, онда сол адамға дереу жөр бастауға болады, және сол адамды тегіс бетке жатқызып, жүрді дұрыс орындау керек. Жүрді дұрыс орындау негізінен шынтақтарыңызды қатайтып, қолдарыңызды осылай бірінің үстіне бірін қойып, шынтақтарды бүкпей орындау. Түсіндіңіз бе? Кеуденің орталық бөлігін таңдап, 2 дюйм тереңдікке басыңыз. Одан артық емес, кеуденің орталық бөлігінде 2 дюйм тереңдікке. Солай жасағанда, минутына 100-ден 120-ға дейін қысу арқылы адамның өмірін сақтап қалуға болады. 15-20 секунд аралығында екті көтеріп, 2 рет тыныс беруге болады. Шашты жауып, тыныс жолын ашып, адамға тыныс беру. Сондықтан, адам пульсын қалпына келтіргенде жүрек-өкпе реанимациясын жалғастырыңыз содан. Кейін жүрек-өкпе реанимациясын тоқтатып, оны жақын ауруханаға дереу жеткізіңіз. Осылайша, кез келген адам мүмкін болған жерде адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін, және кез келген адам мұны жасай алады. Адамның өмірін сақтау үшін оны дұрыс орындауға тырысыңыз.